Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз магнит өрісі, параллель тоқтардың өзара әсері. Сабақтың мақсаты магнит өрісі туралы ұғымды түсіндіру, магнит индукция векторының физикалық мағынасын білу, ампер тәжірибесі, Эрстед тәжірибесі және магнит өрісін қолдану. Жалпы магнит өрісі дегеніміз магниттік әсерлерді тасымалдайтын материяның ерекше бір түрі. Ол біздің санамыздан тыс өмір сүреді. Ол тек қана кеңістікте үзіліссіз және оның әсері шексіздікке дейін тарай алады. Ал гравитациялық өрістің кернеулігі деп отырғанымыз, жалпы гравитация деп отырғанымыз бұл тартылыс деген мағынаны білдіреді. Яғни өрістің берілген нүктесінде орналасқан бірлік массалы денеге гравитациялық өрістің қандай күшпен әсер ететінін көрсететін физикалық шаманы айтамыз. Ал магнит индукция векторы деп магнит өрісі тарапынан ұзындығы 1 метр бойынан бірлік тоқ өтіп жатқан өткізгішке әсер ететін күшке тең физикалық шаманы айтамыз. Жалпы физикада магнит өрісі бар өткізгішті жалпы Христиан Ганс Эрстед өзінің тәжірибе арқылы магнит өрісі қалай пайда болды, магнит өрісінің қалай бар екенін анықтаған осы ғалым екен. Яғни ол ғалым электр тоғы компастың тілшесіне әсер етіп, оны тоққа перпендикуляр бағыттайтынын байқаған соң, ол Эрстед тоғы бар өткізгішке өзінің қоршаған кеңістіктің қасиеттерін өзгертеді деген, яғни тұжырым жасаған екен. Бұл, яғни Эрстедтің өзінің физикалық шамадағы магнит өрісін анықтайды. Жалпы бұда суретте көріп отырғанымыздай, бізде магнит тілшелері, жалпы магнит тілшелері N типті және S типті болып табылады. Яғни солтүстік және оңтүстік бағытта. Яғни I деп отырғанымыз бұл тоқ, V деп отырғанымыз бұл магнит индукция векторы. Яғни кеңістікте өзінің қоршаған ортада, яғни магнит өрісінің қасиеттері бар екенін тұжырым жасаған ғалым. Арғарай тағы да 1820 жылы ампер өзінің электр және магниттік өрісі арасында байланысы бар алғашқы пайымдаған ғалым болып табылады. Ол жалпы сол қол ережесі, ампер тәжірибесі арқылы өзінің магнит өрісі қалай пайда болатынын көрсеткен екен. Яғни мына суретте көріп отырғанымыздай, яғни магнит өрісінің индукциясы, мұнда магнит өрісінің индукциясы, яғни бір бағытталатынын көрсетеді. Және де магнит өріс сызықтарының қасиеттері бұл әрқашан тұйықталады, үзіліссіз болады және қиылыспайды. Өріс көп жерде қалыңырақ болады. Яғни осыны тұжырымдаған екен. Сол қол ережесін ампер өзінің сол қол ережесі бойынша анықтайды. Яғни біз оның негізгі тұжырымдамасы, егер сол қолды магнит өрісінің күш сызықтары алақанға кіретін, ал төрт саусағымызды тоқ бойымен бағытталғанын етіп ұстаса, яғни бас бармағымыз 90 градуста ұстайтын болса, яғни ампер күшінің бағытын көрсетеді деп айтқан екен. Және тоғы бар өткізгішке біздер суреттегіде көріп отырғандай, қандай да бір магнит өрісінің күш сызықтары көмегімен біз графикалық түрде де анықтай алады екенбіз. Магнит өрісінің күш сызықтары деп жалпы өрістің әр нүктесіндегі жанама осы нүктедегі магнит индукция векторының бағытымен сәйкес келетіндей етіп, оның сызықтары салынған екен. Яғни ол кері бағытта айналады, ал кейінгісінде, яғни тоқ бағыттың бойымен анықталады екен. Және де магнит өрісінің күш сызықтары көмегімен графиктік түрде кескіндейді.
Яғни егер ұсақ магнит үгінділерінің үстіне магнитті қоятын болсақ, онда осы жаңағыдай магнит тілшелері тәрізді магнит өрісінде магниттеледі. Ал күш сызықтарының пайда болуы ол өзінің бойында орналасады. Яғни ток тек қана бір бағытта жүре алады. Осыны көрсетеді. Және тұрақты магнит, жаңа айттым ғой, N типті және S типті, солтүстік және оңтүстік полюс болып бөлінеді. Магнит өрісін сипаттайтын жалпы шамалар бұл магнит индукция векторы және магнит ағыны. Магнит индукция векторы бұл V әрпімен белгіленеді, яғни үстінде векторлық шама болады. Ал магнит индукция векторының модулі, яғни V тең болады F бөлінген IL. Бұндағы V деп отырғанымыз магнит индукция векторы, өлшем бірлігі Тесла, F деп отырғанымыз күш, өлшем бірлігі Ньютон, I деп отырғанымыз бұл ток, өлшем бірлігі ампер, L деп отырғанымыз бұл ұзындық, өлшем бірлігі метр. Яғни 1 Теслада 1 Ньютон бөлінген ампер көбейтілген метрге бар екен. Жақсы, назарларыңызға рахмет.